Бәріңізге сәлем нұрсәлеміне қош келіңіздер. Бүгінгі көрім келеміз. Комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің видео көрсем. Менің таңым ұйқыдан енді тұрдым, короче. Сол қазір шай ішеміз. Мен сол тіземді жинап, жуынып, короче, сөйтем. Лайк, подписка, комментарий обязательно алайыншы. Біз кеттік. Достар, уже бір шай болды. Енді ол шайдың орнын жинайтын ол мен. Өйткені мама муслиммен үшеуміз ғана шештік. Қалғандары ұйықтап жатыр. Амирім Нұратұлы ұйықтап жатыр, папа жұмыста. Ал Әли мен Хадиша олар ауылда. Енді оларды ютубқа түсірмеймін әрине. Тек Нұратұл, Муслим, Амир көрінуі мүмкін. Хадиша мен Әли ауылға кетіп қалды. Енді бұл шайдың орнын жинап, ыдыс жуып, стол көтеретін әрине ол мен. Өйткені Әлидің шаруасын жартысын мен істеп жүрмін. Короче, уже істейік. И сосын сіздерге қалғанын түсірем. Бұл ерте тұрған соң ұйқым келіп жатыр менің вообще. Шайдың орнын жинайық. Достар, шайдың орнын жинап болдым. Мен, кстати, және мен терезені ашып қойдым осы тұрғанда. Және де достар, айта кетейін, бізде түсте, либо кешке, или оның арғыны бір челлендж шығады, челлендж. Біз оны бүгін түсіреміз, либо ертең түсіреміз. Егер Нұрасыл бос болып жатса, ұйқыдан тұрып жатса, түсіруіміз мүмкін әрине. Бірақ ол үшін балалар кедергі жасамау керек, олар ұйықтап қалса түсіреміз. Ал ұйықтамай жатса, сол кезде түсірмейміз. Кеше негізі бір видео түсіргенмін, бірақ ол видеоны қайтадан удалить етіп тастадым. Оны мен монтаждап ютубқа салам деген, бірақ мен оны удалить етіп тастадым. Өйткені ол андай түк мағынасы жоқ видео болып кетті да. Ортасына келген кезде өшіріп тастадым әрине. Ал Нұрасыл бүгін бос болып тұрып жатса челлендж түсіреміз. Ал егер бос болмай, бала қарасып, егер балалар ұйықтамаса, челлендж түсірмейміз, ертең түсіреміз.
или вообще мен басқа күндері түсіретін шығармыз. Ну, көреміз. Бүгін или басқа күндері. Бәбі ертең де түсіре алмайтын болдық қой да, или түсіре аламыз. Ертең бос уақытымыз болмайды ау біздің. Ертең бос уақытымыз болмайды біздің. Өйткені ертең әжем келеді жұмыстан, үйіне барамыз, қайтамыз, короче. Уақыт жоқ ертең, короче. Сол. Біз андай ниет, короче, бірінші істейіне артық панкейкс басындай. Ақтағындай? Панкейки. Сондай істеп атырық, короче. Міне жұмыртқа, тұз, бәрін қоса атырық. Яқта тұз, сүт, шымшық май, жұмыртқа, ұн. Сосын надай. Вайни, сосын надай. Сосын қант, короче, сондай істеп атырық. Сіздерге істеуге кеңес береміз, әрине келесі жолы сіздерге құлақ көрсетеміз. Бүгінше біз бірінші рет істеп үйренеміз. Мына қараңыздар, достар, асты күшті пісетті, үсті де күшті пісет. Міне осындай сұйық болу керек. Мама мен қойып көрім. Осыдан дәмі деген қой жаңа біріншісін пісірген күшті пісірді. Оның дәмі деген айта алмаймын. Қараңыздар, налар жағаласып қасымызға. Камилек, тәтесінен жиегі. Мына жақта муслим не істеп отыр? Қараңыздар, өте күшті панкейк болып шықты. Қараңыздар, күшті. Міне қараңыздар, қандай күшті әлі бар аяқта. Мама пісіріп жатыр әлі. Мен тарелкаға салып алып қоямын ғой. Короче, достар, уже мен неге шықтым магазинге. Қылыстық қарашылар. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ал енді сау болыңыздар, подписка етуді ұмытпаңыздар. Мен магазинге бара жатырмын. Пока.